алып кетті. Кто его спас? Оны құтқарған кім? Это я. Урологи комплекс. Бұл әр науқасқа жеке жол табатын емхана. Бүйрекке операция жасамай, тасты майдалаудан бастап, простатит сомасын лазермен алып тастауға дейінгі толық процедуралық кешен жылдам, жанды ауыртпай және аса тиімді емдеуді қамтамасыз етеді. Урологи комплекс. Әр науқасқа жасалған қамқорлық. Ұлытау, Шымкент қаласының салтанатты ордасы. Кез келген думанды төлемді. 200-ден 500 адамға дейін жоғары деңгейде қызмет көрсетеді. Хандық дәуірдің жайлы орындықтары, керемет дизайн, жарқын сахна, Чехияның тамаша ыдыстарымен, Еуропа, Азияның дәмді дастарханы, жаңа заманның жарқында салтанатты шеруі. Сіздің қонақтарыңызға ұмытылмас көтеріңкі көңіл-күй сыйлайды. Ұлытау салтанат сарайы. Мекен жайымыз Бәйдібек би даңғылы номерсіз. 2 жұлдыз тойханасының жанында. Афел, ей! Bunun mağazı kırın içinde. Айтқандай тұрақты кеңес отырысына халықаралық түркі мәдениеті ұйымының бас хатшысы Hüseyin Хасейінов, Түркия Республикасының мәдениет және туризм министрі Нұрман Куртулмуш, Қырғыз Республикасының мәдениет, ақпарат және туризм министрі Сұлтанбек Жұмағұловтар арнайы қатысты. Алқалы топта түркістенге мүше елдердің мәдениет қайраткерлері мен түркі кеңесі, түркі тілдес мемлекеттердің парламенттік ассамблеясы, халықаралық түркі академиясы, түркі мәдени мирас қоры секілді халықаралық ұйымдардың өкілдері де бар. Әр елдің айбынын арқалаған өкілдерге мәдени астана мәртебесін абыроймен көтерген өңірдің басшысы Жансейіт Түймебаев пен жоспарланған міндеттерді атап өтті. Tiyatro oynayanın bir festivaller, opera, ruhsal, konsertler, akımlar ayıtlı, Kuşacak Mengesi, Süreçler Bölmesi, akım жазушылардың кездесулері мәдени астана мәртебесіне ие болған Түркістанда жылнама аясында 40-қа жуығымен ынтымақтастығын дамытқаны үшін арнайы төсбелгі тақты. Маңызды шара мерейін өңір өнерпаздарын өрелі өнерімен асырды. Түркістан қаласынан Кенжехан Дүйсенбай, Ербол Мақашев, оңтүстік ақпарат. Алдағы 7 жылда Шымкент халқы 1.400.000 адамға жетеді деген жоспар бар. Бұл қаладағы көлік қатынасын туындатып, әлеуметтік мәселелерді одан сайын күрделендіріп жіберуі мүмкін. Сол үшін қазір қаланың бас жоспарын қайта қаралып жатыр. Жаңа жобаға сәйкес шаһарда жаңа мөлшерде көтеріп, тағы бір индустриалды аймақ салу ықтимал. Облыс орталығының алдағы кесім келбеті қоғамдық талқылауда қаралды. Шымкенттің жаңа жоспарын қалалық сәулет және қала құрылысы бөлімімен ішкі жобалаушы компания бірлесіп жасауда. Әзірге негізгі жұмыстар аяқталған. Жобаны құрғандардың сөзіне сүйенсек, жаңадан дайындалған бас жоспар қаланың қазіргі аумағын тұтастай қамтиды. Онда инженерлік жүйелерді жүргізу, қала қақпасындағы күре жолдарды кеңейтуде ойда бар. Актуализацияның алдында
4 жыл бұрын осы Шымкент қаласының қалайының жоспары жасалған. Онда да осы мәселелер қаланың ген планының алғашқы жобасымен қаланың көмегінің бас жоспары ұйымдастырылып, сол барлық осы жерде қаланың қала құрылыс мәселелері ұйымдастырылған. Жаңа жоба бекітілсе, қалада тағы бір индустриалдық аймақ ашылады. Шымкент қаласының индустриалдық аймағы деп аталатын орталықтың аумағы 1000 гектар болуы мүмкін. Онда негізінен ауыл шаруашылық өнімдерін қайта өңдейтін кәсіпорындар мен ірі өндіріс ошақтары шоғырланады. 1000-нан астам адам жұмыспен қамтылады. Бұл жерде жоғарғы дәрежеде логистикаға сәйкес шығарылған завод бұйымдарын жан-жаққа тарату үшін дұрыс сортировать етіп, онымен көліктермен қамтамасыз ететін сондай мақсат жүктеліп отыр. Әзірге 54 егжей-тегжейлі жоспарлау жобасы әзірленген. Қала әкімінің қаулысымен күнге дейін соның 47-сі бекітілді. Мақсұт Жарылқасын, Абай Құралбаев, Ербол Мақашев, оңтүстік ақпарат. Мемлекеттік қызметті атқару қоғам сенімінен және мемлекеттік қызметшілерге қойылатын талап үстесіне шығу деген соттан атқарушы билікте жұмыс істеп жүрген азамат. Бейнесін қалыптастыруға басым мән берілді. 2016 жылғы қаңтардың 1-нен бастап мемлекеттік органдарда әдеп жөніндегі уәкіл лауазымы ендірілді. Әдеп кодексінің талаптары да күшейтілді. Бүгінгі таңда мемлекеттік қызметке қойылып отқан талап тек қана оның білімділігі, тәжірибесі, соның жолда осынау әдеп нормаларын сақтау. Өйткені қоғам тарапынан көп сындар айтылады. Қызметкерлер осы әдеп нормаларын бұзып, басқа да бір іс-әрекеттер жасап жатқанда. Жаңа кодекс күшіне енеді. Қаржы министрлігіне қарасты қызметкерлерді. Енді заң бірінен тарихын бастап тұр. Бәріне мәйдан болып кетті ма? Данияға кетті. Дауыспен түсірейін шештім. Не кетіп сөйлемеді. Отаклады. Канал жазып кетті. Сағат азында мені қайыққа келеді, мен қарайын ба. Бұл сен желіп, сен былай ет ондайсың. Сен желіп жет, жатырған приказ беріп қыңарсыңдар, жолансың да сені, дайынып келуге. Не алып? Үңір жасып. Жауап төлебеді ғой берсің. Қатат. Дайырбек атаңмен мүслім көпінен бәрін үйренбесін де сен. Кел жүгір, кел бар дешті. Қалай жасайды десеңіздер, қазір көрсетем. Тұрасында каньон ба? Жоқ, каньон емес. Настройки крестерді видео деген басып, оны жазыр. Ақшасын түріп салып берсең болды ғой таксиге. Мына скрипт коку деген қосылып тұрады. Оны өшіресіздер былай. Нәрсе пайда болады. Қатты жүгіргенде қайта қана пайда болады. Нәрсені желіден алса жаңа. Артағыдысқа мән бермей қойыңыздар. Так. Тастың бәрін аламыз. Жасағаннан кейін жалғастырамыз, пока осы бізге жетеді. Әшті бұлай қажылықшы. Ой, тұрмаған. Пешканы қойыңызды. Ой, версак. Пешкаде тұрма. Печка, екі сундук. Сосын екі пешка. Бітерсік.
дейін қоямыз. Ал басынан бастап айтып берейін. Енді ауыстырып жүргендер басынан бұл келеді ұнаған. О, тамақ. Что-то не то. Тұр. Жалған жүр. Мен бермейді оған. Ой. Ескес қояқ. Так, астына уголь, үстіне железан саламыз. Командаларымен ойнап жатырмын. Кей мұқтармен ойнап қалуы мүмкін. Что-то не то. Железный мечтен кейін болады. Мені қараңыздар, қойға болуы мүмкін. Міне. Ой. Мен көрдіңіздер ме? Жүгіріп келесіздер да. Фук секіріп болып қаласыздар. Не осындай қарады сондай. Шақтан келесі серияда барамыз да шақталарға. Комментария жазып кетсіздер, барасың ба, бармайсың ба? Барайын ба, бармайын ба? Так, тек қанша бізді. Оны компьютерный режимге қалай қояды десеңіздер, настройка кіресіздер. Видеода тұрады. Міне, видеода сосын сіздерде карманы болып тұрады да. Ол карманды мынандай жатыр. Кәдімгідей өзіңіздің мынандай жатыр. Сосын мынандай настройка. Қалдады еще настройкасына кірген кезде. Видеоға кіресіздер да. Дискіге қойсыздар. Бак. Бәсе. Нештен. Километр толып кетті. Не лайкот, слизді мен. Әнште бір кішкенде слизі жойсыз. Видео түсінмәсіздер, білін. Пісіреміз қазір. Қалтыс кергеміз. Маудай кергеміз. Мен бонусный сандықты қосқан мүмкетті. Бір кирка. Бір қылыш. Ақылышты сандыққа. Кирка керек. Алмастауға болсын, еу. Сосын бір нинджа сық. Мен версиям 1.2.6.2. Ол версияда бір жаңа заттардың орнына қосқан. Болды, одан басқа ештеңе өзгеріс жоқ. Штаны жасау керек. Штаны. Здесь. Болды, одан басқа ештеңе жетпейді. Так, сонымен қазір. Сонымен видео аяқталды. Сау болыңыздар, сіздермен бірге мен Гемот арнасы. Барлықтарыңызға сау болыңыздар. Скин қоятын болған. Барлықтарыңызға